Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі тақырып қаламыздың қауіпсіздігіне арналмақ. Ендеше кеттік. Денсаулық әрқайсымызға берілген аманат, оны күтіп ұстаған абзал. Мәселен, мынандай шығып тұратын штырлар, урналар, қоқыс лақтыратын ыдыстардың түбінен кеспей қалдырып кетеді көбінесе. Соны мен түбіне дейін қағып тастауға тырысамын. Және баршаңызды осындай көрген штырларды, осындай шығып тұратын темір болсын, басқа да адамның жүруіне, әсіресе бүлдіршіндердің денсаулығына құлаған кезде көзбен кірсе, кіріп кетуі мүмкін көздеріне. Немесе басына тисе, тесіп өтуі мүмкін. Сондайды алдын алу үшін осыларды алып тастау керекпіз. Және де осындай жұмысты істейтін кісілер өз жұмыстарына ұқыпты қараса екен деймін. Достар, қауіп-қатерді алып тастадым. Бір қауіпсіздік болса да қаламыздың кішкентай бүлдіршіндердің денсаулығына тигізетін қауіпсіздікті. Сіздер де атсалысыңыздар. Достар, жерлестерім, тағы да бір айтатын мәселе. Бұл не сұмдық? Қаламыздың қауіпсіздігі деп қоям. Қауіпсіздік нағыз мына жерде жатыр ғой. Жексұрындар ай. Қаламыздың мұсылмандардың орталық мешіті. Оған қарама-қарсы орналасқан православный шіркеуі. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеде, кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтқан. Электроток сымы тартылған столбы, соның мынандай ашық тұрған қақпағы бар екен. Бұл өте қауіпті. Әсіресе кішкентай балалар ойнап жүріп, Құдай сақтасын, мына сымдардың бірін ұстап қалса, тоқ тартып өмірден озуы мүмкін. Сондықтан ағайындар, электротокпен айналысатын кісілер, мынаның қақпағын жауып кетіңіздер, міндетті түрде. Осындай қадағалаңыздар, ревизия жасаңыздар барлық столбтарға, қаламыздың барлық электросымдарына, барлығына. Ши бөрі болғанша жылқы мінезді қазақ болайық, ағайын. Неге ағайындар, мен саусағымен бірдей деңгейдегі шығып тұрған штыр, темірдің қалдығы. Кезінде мынандай қоқысқа арналған ыдыстың қалдығы болуы мүмкін. Осыған бекітілген. Құлаған бала шалынып, немесе Құдай сақтасын, денесінің бір жерін жарақаттаған болса, кім кінәлі? Баланың өзі кінәлі болып шығады. Мысықтар ұйықтап жатыр жылы жерде, күннің көзінде. Достар, мынау Ерден Батыр көшесі. Мынау колодец, құдықтың қақпағы жоқ, люктің. Адамдар өздері бала-шаға, бүлдіршіндер түсіп кетпес үшін, немесе автокөлік дөңгелегі кіріп кетпес үшін осындай қоршау жасап ағашпен жауып қойыпты. Осыны қақпағын міндетті түрде жауып кетіңіздер. Осы сантехникамен айналысатын кісілер су құбырымен. Мұнда кілт жатыр екен. Осы колодецтің кілтін ұмытып кеткен шығар. Бәлкім іші сасып тұр. Видеоны қорытындылай келе
айтқым келгені, ешқандай да Американы ашып робот ойлап табудың қажеті жоқ. Бар болғаны әр жұмыскер өзінің жұмысын тиянақты орындаса. Еліміздің азаматтары, жігіттерге айтарым, егер қолыңыздан келіп жатса, ашық тұрған құдықты жауып, жаңағындай темір шығып тұрса, штырлар, оны қағып жүріңіздер. Себебі сіз құламасаңыз да ол жерге біреудің баласы және сіздің көршіңіз, туысқаныңыз басқа біреу болып шығуы мүмкін. Сондықтан ағайын, осы видеоны барша әлеуметтік желілерге таратыңыздар. Қалаларыңызда қандай проблема бар, қандай ойларыңыз бар, армандарыңыз бар, соны бөлісіңіздер. Видеомен бөлісіңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.